Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін дене шынықтыру пәнінен жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы акробатикалық жаттығулар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты түрлі қимыл қозғалыс комбинацияларын құру және оларды дене жаттығуларын орындауда қолдану реттілігін білу. Оқушылар, арақашықтықты сақтаймыз, түзелеміз. Оқушылар, өткен сабақта үйге қандай тапсырма берілді? Гимнастикалық жаттығулар. Жарайсыңдар. Оқушылар, денені қыздыру жаттығулары жасаймыз, жүгіреміз. Жалпы денені дамыту жаттығуларын жасаймыз. Жарайсыңдар. Оқушылар, акробатикалық жаттығуларымызды бастаймыз. Қолды тіреп, алдыға домалап түсеміз. Ал енді қолды тіреп, артқа айналып, аяққа тұрамыз. Жарайсыңдар оқушылар. Жаттығуды 2-3 мәрте қайталаймыз. Келесі жаттығу артқа домалап, жауырынға тұрамыз. Тепе-теңдікті сақтаймыз. Қауіпсіздік ережесін еске сақтаймыз. Келесі жаттығу көпір жасап тұрамыз. Көмек арқылы немесе жерге жатып, қолды тіреп жасаймыз. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Оқушылар, осы жаттығуларды 2-3 мәрте қайталаймыз. Жарайсыңдар оқушылар. Керемет. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Шеңбердегі доп. Оқушылар, шеңберлене отырып, бір-бірімізге мына кішкене допты лақтырамыз. Доп қолына тиген оқушы бүгінгі сабақ туралы бір сөйлем айтады. Жарайсыңдар. Тамаша. Оқушылар, мына жерде гүлдердің түрлерін таңдаймыз. Өте жақсы түсінген оқушылар көк гүлді таңдап, көк гүлге жапсырады. Ал енді сабақты жақсы түсінген оқушылар сары гүлді таңдап, сары гүлге жапсырамыз. Ал енді тақырып бойынша әлі де жаттығу жасауым керек деген оқушылар қызыл гүлді алып, қызыл гүлге жапсырамыз. Жарайсыңдар оқушылар. Үйге тапсырма акробатикалық жаттығулар жасап келеміз. Сау болыңдар оқушылар.